Қош келдіңіз. Егер сіз осы сабақты ары қарай жалғастырып көріп жатқан болсаңыз, демек сіз өзіңіздің финансовый жаңағы қаржылай мәселеңізді шешіп, қосымша табыс іздеп жүрсіз, қосымша табыс тапқыңыз келеді. Енді қазіргі таңда көптеген адамдарда қаржылай жетіспеушілік өте көп. Оның бірі жаңағы күнделікті айлықтан жұмыс жасайды, айлықтары жетіспей, алады да барлығын бөліп, ойлаңызшы, бір ай бойы, оны басынан өткен адам жақсы түсінеді деп ойлаймын, бір ай бойы сіз жұмыс жасайсыз, оны келесіді алып сразу бірден жаңағы мынау кредитқа, мынаған бөліп тарқатасыз. Өзіңізге жұмсауға еш нәрсеге жетіспей қалады. Жаңағы біздің той томалағымыз бар деген сияқты арасында, және де осының барлық мәселені шешу үшін айтады ғой, біреуге емес өзіңе жұмыс жаса дейді. Ал өзіңе жұмыс жасайын десек, сізге бір бизнес ашайын десеңіз, әрине оған не керек? Қомақты қаражат керек. Ал қомақты қаражатты алып, сіз товар алып келесіз, бір бутик аласыз арендаға, немесе оны сатып алу, қыруар ақша орын сатып алу, және де оның барлығын жарайды алдыңыз дейік, арендаңызды алдық, товар алып келдіңіз дейік, Қытайдан ба, Түркиядан ба, енді оларды сату керек. Сатқан кезінде сіз не істейсіз? Жан тәніңізді беріп, күндіз-түні үй көрмей, сол ақшаңызды шығарам деп ишак болып жұмыс жасайсыз. Ал енді ол жерде жұмыс жасағаннан кейін ойлаңызшы, сіз үйіңізді де көрмейсіз, бала шағаңыздан да кетесіз, сол ақша деп сол ақшаның артында жүріп қаласыз. Ондай жұмыстың қиыншылығына шыдаған адам ғана жетістікке жетеді. Жалпы бизнесте қарайтын болсаңыз, неге екінің бірі мысалға сөйтіп сауда жасап, бизнеспен айналысып кетпейді? Себебі оның қиыншылығына шыдамайды. Ал енді сіз ондай жұмыс жасауға мүмкіндігіңіз жоқ, артық ақшаңыз жоқ болғасын, сіз айлыққа жұмыс жасайсыз. Ал айлыққа жұмыс жасағаннан кейін сіз жақсы білесіз, егер ауырып қалатын болсаңыз, больницаға жатып қалатын болсаңыз, сіздің айлығыңыз тоқтайды. Және де жұмыстан сұрана бермейсіз, қайта сұрансаңыз, ол да минус болады. Сондықтан сіз енді жаңағы демалыс күндеріңізді күтіп жүресіз, сенбі жексенбіні, одан кейін пенсияны күтіп жүресіз. Ал енді ол пенсияға жеткеннен кейін де қазір сол пенсиясымен кредит төлеп жүрген әжелерді, біз апаларды жақсы білеміз, себебі балаларына көмектесейін, жаңағы немерелеріне көмектесейін дейді да, кредит алып, сол кредит төлеп жүргендер бар. Ал енді осы қомақты ақша салып бизнес бастамай-ақ, үй көрмей ешек болып жұмыс жасамай-ақ, жалдамалы осы айлыққа жұмысыңыз жасай беріп, немесе үйде отырған ана болсаңыз да, қарап, телефонмен, тиктокпен, инстаграммен уақытыңызды өткізбей-ақ, қосымша табыс табуға болады екен. Сізге сондай мүмкіндікті ұсынғым келеді. Түркиялық Ерсак компаниясымен ол өте жақсы мүмкіндік. Себебі бұл жерде ешқандай салым жоқ, қомақты ақша салмайсыз. Күнделікті өзіңізге керекті тісіңізді жуатын, шашыңызды жуатын, ыдысыңызды жуатын заттарыңызды алып отырып қана сіз жұмыс бастап кете аласыз ары қарай. Себебі сіз онсыз да ол заттарды аласыз, базардан, магазиннен аласыз. Оны алып жатқан затыңыз еще қандай құрамы? Химия. Уланып жатқандарыңызды білмейсіз. Сіз өзіңізді улауға ақша төлеп жатырсыз да. Ал енді бұл жерде табиғи, таза, адамның ағзасына еш зияны жоқ, жануарларға эксперимент жасалмаған, бар ғой, тышқанға жасапты, қоянға жасапты деп жатқан жоқ, ондай емес. Таза адамдарға тексеріп өткен, нәтиже көрген өнімдер. Және де бұл өнімдердің құрамында ешқандай малдың майы деген сияқты ондай жоқ. Таза, барлығы табиғи шөптерден жасалған өнімдер. Шөптердің сығындылары, жаңағы ұнтақтары деген сияқты, мінекей осындай табиғи өнімдерді қолдана отырып, үйіңізде комфортно, бір өзіңізді рахат сезіне отырып, және де сол өнімдерді басқаларға айту арқылы ғана, ақпарат беру арқылы ғана табыс табуға болады. Яғни бұл жерде компаниясы клиент шақырсаңыз ақша төлейді. Ал енді қараңыз, сіз кез келген, біз бұл жүрген жерімізде негізі осындай біреуді реклама жасап жүреткенбіз, мысалға кез келген шаштаразға барсаңыз, бір визажистке барсаңыз, ой, анау жақсы, сен соған баршы деп айтамыз. Немесе бір врачты білсек те, осы врачқа барсаң жақсы деп. Яғни біз ол врачның рекламировать етіп жатырмыз, оған клиент тауып беріп жатырмыз, бірақ ол врач бізге ешқандай да скидка, бонус нәрсе бермейді ғой, ал бұл жерде компания сізге клиент шақырып бергеніңіз үшін, сол компанияның өнімін реклама жасап бергеніңіз үшін сізге ақша төлейді. Ол ақшалардың қанша қалай төленетінін алдағы уақытта айтатын боламын. Енді қараңыз, бұл компанияда мен жасап жатқаныма 3 жылдан асты. 3 жылдың ішінде мен керек өзімнің расходтарымды жауып, көп немді мен білімге жұмсадым, табысымды, білім алуға көп іздендім. Осы саланы дамыту үшін, жалпы өзімді дамыту үшін, қазіргі заманауи мүмкіндіктер Инстаграм бойынша, онлайн бойынша, тикток бойынша мысалға білім алып, себебі қазір онлайн дәуір, заманауи білімді біз білу керекпіз. Бұл саланы сауатты жүргізу үшін мен көп деген білім алдым. Енді бұл жерде мен өзім ғана табыс тауып отырған жоқпын.
маған сеніп келген артынан партнерларым бар, табыс тауып отыр. Иә, оның ішінде үйде отырған ана да бар, мұғалімдер де бар, дәрігерлер де бар, пенсионерлер де бар, әртүрлі жастағы саладағы әйелдер, қыз келіншектер барлығы әлі күнге дейін маған тек алғысын айтады. Осы компаниямен таныстырғаныңыз үшін және осыған шақырғаныңыз үшін, осы өнімді тауып бергеніңіз үшін деп өнім алса да, Аллаға шүкір, рахметін айтып үнемі алғыспен өсіп келеміз. Ал енді Ерсақ қандай компания? Бұл өндіруші компания, өзінің жеке заводтары бар. Өнімдердің ыдыстарына дейін, бүкіл құтыларына дейін өзі шығарады, коробкаларына дейін, даже пакеттеріне дейін өзі шығарады. Жеке 6 заводы бар, түркиялық компания. Түркия десе білесіздер, иә, барлығы о деп елең ете алады. Сондықтан да Түркия десек, мысалға базарға барып сізге қытайскиймен Түркияны қоятын болса, сіз әрине Түркияны таңдайсыз, егер ақшасын сізге ыңғайлы болып жатса. Иә, Ерсақ 2002 жылы құрылған компания, ең алғашында жуғыш заттарды, үй тазалауға арналған заттарды бастаған болатын. Одан кейін барып 2006 жылы сетевой бағытта жұмыс жасап бастады. Қазақстанға келгеніне биыл 8 жыл болады. 8 жылдың ішінде қазір Ерсақ десе барлығы біледі, иә, құлақтар елең ете алады. Хит массажный креміміз бар, хит шампундарымыз бар, айта берсек өте көп өнімдер. Сондай керемет өнімдерді айтып ұсыну ұялмайсыз да. Мысалға біздің туысқандарымыз, жақындарымыз алады ғой бізден, сол кезде ой мынау мынандай ғой деген естіген жоқпыз. Барлығы бір рет алды ма, міндетті түрде қайталап келіп алып жатыр. Бұл дегеніміз өнім сапалы. Ал енді қазіргі кезде не көп? Ауру көп болып жатыр. Себебі айналамыздың барлығы жасанды заттар көбейіп кетті. Ауа таза емес. Біріншіден, иә, машина көп қайда болса да. Одан кейін әсіресе мына үлкен қалаларда. Одан кейін жасанды тамақтар көп. Қазір біз жаңағы онкология ауруын көп естиміз. Бұрындары таң қалып шошитын едік. Қазір уже үйреншікті болып кетті. Онкология екен десе, деп қоятын болдық. Себебі оның барлығы қазір тамақтар дұрыс емес. Барлығы краситель, ГМО, жуынатын мынау неше түрлі химиялар, азелит, доместес, комет, ферри деген сияқтылар өте көпті. Әсіресе әйел адам солармен көп контакт жасағаннан кейін әйел адамдар көп ауырады екен. Себебі ол бәрібір тер арқылы өтеді ішке, иісі арқылы, мұрын арқылы иісі өтеді. Сондықтан ағзаны ақырындап улай береді екен ол. Ол дегеніміз сіздің иммунитетіңізді әлсіретіп, жаңағы онкоклеткаларыңызды уже кішкене ауырған кезінде, бір инфекция, бір соқ тиіп нәрсе болған кезінде тез өршіп шығуына себепкер болады да. Сондықтан да табиғи өнімдерді қолданып, Аллаға шүкір, мінекей қанша жыл болды, біз ферри, банағы нелердің барлығын ұмыттық. Азелитті мүлде қолданып көрген емеспін, бірақ естуім бар, өзім таң қаламын, қалай қолданады екен деп. Сонымен қатар бұл компанияда маған тағы да бір ұнайтыны, сіз бұл жерден үйге керекті заттардың барлығын таба аласыз. Яғни компания 3 бағытта жұмыс жасайды, иә, денсаулық бағытында, денсаулыққа қажетті витамин, БАДылар, иә, шайлар, кофелер, барлығы табиғи таза сондайлар бар. Және де сұлулық, косметика, декоративный косметика, уходовый косметика, әр қожаның типіне байланысты. Және де сонымен қатар тазалық, иә, үйге қажетті біз ыдыс жуатын, тіс жуатын, кір жуатын, шаш жуатын заттарымызды осы жерден ала аламыз. Және де бір айтатыны, мен 3 жыл болды шампунь сатып алған емеспін. Біздің компанияда сыйлықты өте көп береді. Сыйлыққа келген заттармен ақ біздің сабын порошоктарым, жидкий мылалар, гельдердің түр-түрі, шампуньдардың түр-түрі келіп отыр. Және де кремдер. Біз әйел адам айлық алған кезінде, ақшамыз кішкене қолымызға түсетін болса, ой, қойшы осы балаларыма жетсін, ананы үйтіп алайын, мынаны бүйтіп алайын, біз өзіміз соңғы орынға қалдырып қоямыз да, өзіміздің бір арнайы крем алып, немесе бір косметологқа барып, өзімізді күтім жасамаймыз. Ал енді бұл жерде осы тегін келген заттармен ақ қаншама қыз келіншектер рахмет айтып, беттеріне күтім жасап, әжімдерін кетіріп, дақтарын кетіріп деген сияқты риза болып жатыр да. Және де шампуньдарын айтсаңызшы, иә, айтып отырмын ғой, 3 жыл болды шампунь алмағаныма деп. Барлығы тегін келіп жатыр. Сондықтан да бұл өте керемет мүмкіндік. Бұндай компания еш жерде жоқ деп айтар едім. Ал енді бұл компанияда қалай жұмыс жасаймыз дейтін болсақ, тіркелу тегін. Тіркелгеннен кейін сіз 2 балға зат сатып ала аласыз. 2 балымыз 17.250 теңге. Егер сіз 2 балға зат сатып алсаңыз, сізге компания бір подарка береді қасына. Ал 4 балмен бастауға да болады, 34.500 теңге ол. Ол кезде компания сізге 3 сыйлық береді. Ал одан кейін 5 балмен бастауға болады, 43.125 теңге.
ол кезде компания сізге 5 подарка береді. Ойлаңызшы, бізде подаркалардың барлығы бір болмайтын, өтпей қалған заттар емес, өте құнды керемет подаркалар. Қандай подарка келсе де мен ешкімге бермеймін, сатпаймын, барлығын өзім от души қолданамын. Ішінде БАДылар да болады, крем де болады, жуғыш заттар да болады. Барлығын от души қолданамын. Бұрында үйге келген адамдарға сыйлыққа беремін, жаңағы қонақ шақырсам қонаққа беретінмін, барған жеріме алып барамын деген сияқты. Содан барлық туысқандарым өздері қайта келіп менен соны сатып алып жатады. Мінекей осындай керемет компания, керемет мүмкіндік. Енді бұндай компанияда неге менімен жұмыс жасау керексіз? Не себебі қазір ерсапмен айналысатындар да көп, қарап отырсаңыздар. Менімен жұмыс жасайтын болсаңыздар, әркімнің артынан бір жүгірмей, әркімге бір маған тіркелші демей, грамотный, сауатты жүргізу үшін мен көптеген білім алдым, және соның барлығын командама үйретіп жатырмын. Сондықтан да командамда да Аллаға шүкір өсіп жатыр, табыс тауып жатыр. Яғни сізге менің үйрететін білімім бар. Кез келген салада наставник маңызды деп ойлаймын. Себебі сіз мектепке балаңызды берсеңіз де, мұғалімнің жақсы болса, балаңыздың білімі жақсы болады, рас па? Ой, мұғалімі жақсы, сондықтан осындай болды деп айтып жатады. Кейде мұғалім дұрыс болмаған кезінде баланың білімі де дұрыс болмай шығатын. Сіз байқадыңыз ба? Менің 3 балам бар, қазір уже алды 11-ді бітіріп жатыр. Ол жағын мен жақсы түсінемін, басынан өткен. Енді қараңыз, жаңа айттым, 17.250, 34.500 немесе 43.000 теңге. 43.000 теңгемен ойлаңызшы, сіз қандай бизнес бастай аласыз? Айтып отырмын ғой жаңағындай, бір бизнесті бастау үшін сізге қаншама қомақты ақша керек. Ал енді сол ақшаны сіз табу үшін, және де сол ақша салғаннан кейін, сіз миллиондап ақша салғаннан кейін, әрине күндіз-түні үй көрмей, сол жұмыстарға басыңызбен кіріп істеп, соның ақшасын шығарам, пайдасынан шығам деп жасау керек боласыз. Ал бұл жерде сіз ешқандай да өйтіп тыраштанбайсыз, 43.000 теңге өзіңізге керек затыңызды аласыз да, және де соны ақырындап айналаңызға айта бастайсыз. Қалай ету керек, не істеу керек, оның барлығын мен үйретемін. Осындай мүмкіндікті сіз пайдаланып қалыңыз. Қазір барлығы осы сетевойға келе жатыр. Магнумды алатын болсақ, ол да сет. Қаншама мысалға заправкалар бар, ол да сет болып істеп жатыр, өзінің әр жерде филиалдарын алып. KFC, ол да сет, бүкіл әлем бойынша сетін қылып тастаған. Тағы да аптекалардың қаншама сеті бар, айта барсақ өте көп. Барлығы қазір бір орында. Егер сіздің магазиніңіз ауылда ғана бір магазинде болса, өзіңіз ойлаңызшы, магазиннің саудасы, товарооборот жақсы бола ма, әлде әр қаладан, әр ауылдан ашып тастағанның саудасы жақсы болады ма? Тура сол сияқты бұл товарный бизнес. Мен айтам, біз біреуге жаңағы ақша салып, ойбай, осындай ақша салсаң, 2 айдан кейін мынандай аласың деп, бұл пирамида емес. Бұл жерде кәдімгі таза сауда, товарный бизнес. Сондықтан да қорықпай бастап кеттіңіз. 43.000 теңге дегеніміз түк те емес. Сіз осы бір рет ғана өз керегіңізді алып, ары қарай команда құрып, команда өсіріп жұмыс жасайтын болсаңыз, сіз бұл жерден 43.000-нің нешеуін айлығы алатын боласыз. Ал енді өзім қаншама қателескенімнің барлығын, командам қателеспесін, командам тезірек жетістікке жетсін деп, мен дайын, білім дайын, система құрып қойдым. Келесіз, үйренесіз, ары қарай жасайсыз. Ал енді мен командама консультациядан өткізіп, іріктеп аламын. 5 адамды іріктеп аламын. Және тіркеушілердің арасынан ақшалай, заттай ұтыстар болады, соған қатысасыздар. Сондықтан да осы ұсынысты бүгін 24 сағаттың ішінде ғана сізге ұсынамын. 24 сағаттың ішінде ғана сіз тезірек шешім қабылдап бастап кететін болсаңыз өкінбейсіз. Ал енді ары қарай тездетіп консультацияға жазылыңыз. Консультациядан мен сізге жеке анализ жасап, сізде қандай мәселе болып жатыр, қалай шешуге болады, ол сіздің жеке мәселеңіз ба, жоқ әлде жаңа финансовый мәселеңіз ба деген сияқты нақты анализ жасап, сізге не істеу керек екенін, қалай істеу керек екенін барлығын көрсете аламын. Мен сізді командама алам ба, алмайм ба, сол кезде сізге жауабын айтатын боламын. Уақыт бөліп тыңдағаныңызға рахмет. Консультацияда кездескенше.